Бүкіл әлемнің мұсылмандары үшін қасиетті саналатын Құрбан айттың басталуына да санаулы күндер қалды. Биыл мейрам мамыр айының 27-сінен басталмақ. Айт кезінде құрбан шалу мен оның жолдары жайында кеңінен хабардар ету мақсатында баспасөз мәслихаты өтті. Құрбан айт мұсылман күнтізбесіндегі ерекше қасиетке ие мереке. Бұл күндері құрбан шалып, жамағатпен айт намазын оқу сауапы мол амал. Биыл құрбан айт 27, 28, 29 мамыр күні тойланады. Алдымен өңіріміздің барлық мешіттерінде таңғы сағат 6:00-де айт намазы оқылады. Содан кейін барып құрбан шалуға болады, деді облыстың бас имамы. Алла қаласа осы біздің Жетісу облысы бойынша 17 қасапханада мал сойылатын болады. О жерге аудан, қалалық жерлер барлығы кіретін болады. Енді біздің Талдықорған қаламыз бойынша 3-ші бөлімшеде Тәубе мешітіне қарама-қарсы жерде арнайы қасапхана бар. Сол жерде мал союды ұйғарып қолға алып отырмыз. Жетісу жұртшылығы бұл құрбан айт бір нәпақа табу, пұл табу мақсатындағы мейрам емес, керісінше сауапты көптеп алатын мейрам болғаннан кейін бағаны шарықтатпасаңыздар екен деген өтінішіміз бар. Бұдан бөлек тұрғындар құрбандық шалу рәсімін белгіленген орындарда өткізу керек екенін тілге тиек етті. Тек жер үйлердің тұрғынына өздері үшін шалған жағдайда рұқсат. Еске сала кетейік, тазалық иманның жартысы. Сондықтан сала мамандары құрбандық шалу орындарында барлық санитарлық тазалық ережелері сақталу тиіс екенін атап өтті. Жұқпалы аурулардың пайда болуы мен таралуының алдын алу мақсатында малды жергілікті атқарушы органдармен бекіткен арнайы мал базарларынан ресми сату орындарынан сатып алып, оны арнайы бөлінген алымдарда сою пункттерінде сою қажет. Еттің ластануы немесе адамдарға жұқпалы аурулардың жұқтыру қаупі бар белгісіз жерлерде мал союға болмайды. Сонымен қатар құрбандық онлайн форматта да өткізуге болады. Ол үшін арнайы құрбан муфтият KZ сайты іске қосылды. Ал мереке басталған күннен бастап барлық мешіт ауласында қала халқы мен балалар жастарға арналып арнайы мәдени, рухани және спорттық шаралар ұйымдастырылмақ. Еркебұлан Жақыбаев, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы.